Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сіздердің назарларыңызда шетел тілдері педагогикалық колледжінің химия және биология пәні оқытушысы Баймолда Жәмила Амангелдіқызы. Бүгін біз сіздермен химия пәніндегі спирттер және фенолдар тақырыбын қарастыратын боламыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты спирттер мен фенолдардың түрлерін, құрылысын, номенклатурасын, химиялық және физикалық қасиеттері мен қолданылуын түсіндіру. Сабағымыздың міндеттері студенттердің білімін арттыру, берілген тақырыпты жеңіл түрде меңгеруін қамтамасыз ету және әртүрлі тапсырмалар орындау арқылы білімімізді дамыту. Бүгін біздің қарастыратынымыз спирттердің және фенолдардың алыну жолдарын, жіктелуін, гомологиялық қатарын, химиялық және физикалық қасиеттерін, реакция түрлерін, қолданылуын жіті қарастыратын боламыз. Жалпы спирттер дегеніміз не? Спирттер ол молекулаларында көмірсутек радикалымен байланысқан OH, яғни гидроксил тобы бар заттар. Молекула құрамындағы гидроксотоптың санына қарай бір немесе көп атомды спирттер болып бөлінетіні барлығымызға белгілі. Жалпы формуласы CnH2n қосылған 1 OH. Алыну жолдары. Құрамында қанты бар заттар ашығанда этил спирті түзілетіні өте ертеден белгілі болды. Бұл процесс органикалық өршіткі ашытқы ферментінің қатысуында жүреді. Глюкозаның спирттік ашуын жинақталған түрде мына теңдеу арқылы өрнектеуге болады. С6H12O6, яғни глюкоза, оған ашытқы ферменті әсер еткен кезінде этанол, яғни этил спирті түзіледі. Оны шарап спирті деп те атайды. Этил спиртінің формуласы C2H5OH. Этилен гликоль тәтті, дәмді, қоймалжың сұйық зат. Оны антифриз ретінде қолданады. Өнеркәсіпте, полиграфияда, мата бояуда және косметикалық препараттарды дайындауда қолданылады. Назарларыңызда этилен гликольдің жалпы құрылымдық формуласы. Глицерин. Азот қышқылмен әрекеттесіп, 3 нитроглицерин өте күшті қопарылғыш зат алынады. Одан динамит дайындайды. Шырышты қабаттар мен терінің жұмсартатын жақсы қасиеті болғаны үшін гигиеналық мақсаттарға пайдаланылады. Жақпамайдың негізі ретінде және кейбір дәрілік заттар үшін еріткіш ретінде қолданылады. Спирттердің жіктелуі. Гидроксил тобымен байланысқан көмірсутек радикалына байланысты, гидроксил тобының санына байланысты, гидроксил тобымен байланысқан көміртек атомының табиғатына байланысты жіктеледі. Спирттер қаныққан, қанықпаған және ароматты болып бөлінеді. Сонымен қатар, жоғарыда айтып кеткендегідей, молекула құрамындағы гидроксотоптың санына қарай бір атомды немесе көп атомды деп бөледі. Мен сіздерге мысал ретінде бір атомды спирттер, яғни метанолдың формуласы және этанол немесе этил спиртінің формуласын бір атомды спирттерге алып мысал ретінде көрсетіп отырмын. Ал екі атомды спиртке этилен гликол. Яғни, өздеріңіз қарап отырсаңыздар, OH, яғни гидроксил тобы екеу болғандықтан екі атомды деп аталады. Ал гидроксил тобы үшеу болса, оны үш атомды деп атаймыз. Оған мысал ретінде глицеринді жатқызсақ болады.
гидроксил тобы қай көміртекте орналасқанына байланысты спирттерді біріншілік, екіншілік және үшіншілік деп бөледі. Біріншілік спиртке мысал ретінде пропанол 1-ді алсақ болады. Неге пропанол 1? Себебі OH тобы бірінші көміртекте орналасып тұр. Екіншілік пропанол 2. Бұл жерде OH тобы екінші көміртекте орналасып тұр. Сонымен қатар көміртектің OH тобынан басқа 2 байланысы бар. Яғни 2 көміртекпен тағы байланысып тұр дегеніміз. Ал үшіншілікте көміртек OH тобынан басқа тағы 3 көміртекпен байланысып тұр. Бұл жерде мысал 2 метил пропанол 2-нің формуласы. Жалпы біз алкандарды өткен кезінде және тағы басқа тақырыптарда біріншілік, екіншілік, үшіншілік, төртіншілік деп бөлетінбіз. Бұл спирттерде төртіншілік болып бөлінбейді. Спирттердің гомологтық қатары. Жалпы жүйелік номенклатура бойынша спирттерге ол деген жұрнақ қосылады. Яғни, естеріңізде болса, біз алкандар, алкендер, алкиндер, алкадиндер, циклоалкандарды өткен кезімізде олардың атаулары бір-біріне ұқсас және де жұрнағы өзгеретінін байқаған болатынбыз. Дәл сол секілді спирттердің атауында да гомологтық қатарында жұрнақ ол деп өзгереді. Мысалға бізде CH4 метан болса, ал CH3OH бізде метанол, яғни ол жұрнағы қосылып метанол болып аталады. CH3OH метанол метил спирті, C2H5OH этанол этил спирті, C3H7OH пропанол пропил спирті, C4H9OH бутанол бутил спирті және C5H11OH пентанол, яғни пентил немесе амил спирті деп те аталады. Бұл сіздердің назарларыңызда спирттердің гомологтық қатарының бастапқы өкілдері. Спирттердің физикалық қасиеттері. Қалыпты температурада көміртек саны 10-ға дейінгі спирттер сұйық заттар болып келеді. Ал көміртек саны 11-ден бастап қатты заттар. Алғашқы үшеуі сұйық спирттер өздеріне тән иісі болады. Яғни метанол, этанол, пропанол, алғашқы үш спирт, солардың өздеріне тән иісі болады. Ал бутанол мен пентанолдың, бутанол-пентанол дегеніміз ол көміртек саны 4 және 5 болатын спирттер, олардың иістері жағымсыз келеді. Қайнау температурасы. Спирттердің қайнау температурасы әр қалай болып келеді. Метил спирті, метанолдың қайнау температурасы 64,7 Цельсий градус. Этил спирті, этанолдың қайнау температурасы 78,3 Цельсий градус. Пропанол спиртінің қайнау температурасы 97,2 Цельсий градус. Бутил спиртінікі 117,7 Цельсий градус. Амил спиртінікі 137,8 Цельсий градус. Яғни, ол дегеніміз осы температураға көтерілген кезінде спирттер қайнайды екен. Спирттердің химиялық қасиеттері. Спирттерге қышқылды негіздік қасиет тән. Спирттер жанғанда энергия түзілетіндіктен оларды спирт шамында және кейбір елдерде автомобиль жанармайы ретінде қолданады. Реакция түрлері. OH тобында жүретін реакцияларға келетін болсақ, тұтығу реакциялары, OH тобы бойынша сутек атомының орын басу реакциясы және дегидратация реакциялары. Яғни ол су молекуласының бөліну реакциясы.
OH тобында жүретін реакциялар. Спирттер галоген сутектермен әрекеттеседі. Реакция гидроксил тобының орнына галоген басу арқылы өтетін қайтымды реакция. Гидроксил тобының орнына галоген басады. Дегидратация реакциялары. Спирттерге дегидратация реакциясының екі түрі тән. Ол молекула ішілік және молекула аралық. Молекула ішілік дегидратацияда алкендер, ал молекула аралық дегидратацияда жай эфирлер түзіледі. Спирттер күшті тотықтырғыштар әсерінен тотығады. Түзілу өнімдері спирттердің орын басу дәрежесіне және пайдаланатын тотықтырғыштың табиғатына байланысты. Сонымен қатар спирттерді мыс оксидімен тотықтыру арқылы альдегидтер алуға болады. Қолданылуы. Спирттер химиялық өнеркәсіпте сан алуан синтездік заттар өндіру үшін және еріткіш ретінде қолданылады. Спирттердің жеке өкілдері және олардың организмге зиянды әсерлері бар. Мысалыға, метанол, метил спирті, ол CH3OH, яғни формуласы түссіз, өзіне тән иісі бар, сұйық зат, оның тарихи атауы ағаш спирті деп те атайды. Олай аталу себебі кезінде қатты ағаш түрлерінен айдау арқылы осы метанолды алған екен. Метанолдың қолданылуы ол еріткіш ретінде, құмырсқа қышқылы, формальдегид, галоген туындылары, пластмассалар отын ретінде қолданады. Метанол өте улы зат. Жаңағы құмырсқа қышқылы мен формальдегид деп айтылды, қолданылуы. Яғни адам организмінде осы формальдегид пен құмырсқа қышқылына айналып, егер метанол организмге түсетін болса, көздің торлы қабығын зақымдайды, яғни көз мүлде көрмей қалады. Ал 50 мл қабылдаса, адам өліп кетуі мүмкін. Этанол. Этанол көп мөлшерде синтетикалық көксағыз, лак алуға пайдаланылады. Этил спирті нәруызды молекулалардан суды тартып алып, оларды ұйытып алып, микроорганизмдерді жоятын болғандықтан, залалсыздандырғыш ретінде медицинада қолданылады. Жақсы еріткіш болғандықтан, дәрі тұндырмаларын дайындау үшін фармацевтикада, парфюмерияда, тамақ және химия өнеркәсібінде пайдаланады. Кейбір елдерде отынның сапасын арттыру үшін автокөлік отынына этил спиртін қосады. Глицерин. Глицерин күрделі эфирлердің құрам бөлігі ретінде майлардың құрамына кіреді. Косметика, фармацевтика және тамақ өнеркәсібінде кең түрде қолданылады. Оны тіс пастасына, күнделікті өмірде қолданылатын кондитерлік заттарға кеуіп қатып қалмау үшін қосады екен. Сондай-ақ өңдегенге дейін қурап қалмау үшін темекі жапырақтарына себеді. Одан басқа желімге, пластиктерге кеуіп кетпеу үшін қосады. Әсіресе целлофанда молекула аралық пластификатор рөлін атқарады. Нәтижесінде ол иілгіш, созылғыш қасиетке ие болады. Енді сіздердің алдарыңызға бірінші тапсырманы ұсынып отырмын. Ол жоғарыда айтып кеткен мәліметтерге сүйене отырып орындалатын тапсырма. Спирттердің атауының әр типіне сәйкес келетін қосылыстың формуласын көрсетіңіз. Яғни, бұл жерде бір атомды қанықпаған, екіншілік, қаныққан, екі атомды, біріншілік, ароматты, үшіншілік, үш атомды деген спирттің атаулары берілген. Осы атауға оң қатарда берілген формулаларды сәйкестендіреміз. Осы жерде бір мысалды түсіндіріп кетейін.
ароматты спиртке Е формуласын сәйкестендіруге болады. Тағы бір мысал түсіндірейін. Екіншілік спиртке мына формуланы сәйкестендірсек болады. Дәл осындай ретте тапсырманы толығымен орындап, осы видеоның соңында көрсетілетін сілтемелерге, яғни почтаға, тағы басқа адрестерге жіберсеңіздер болады. Ары қарай жалғастырайық. Фенолдар бензол сақинасындағы бір немесе бірнеше сутек атомдарының орнын гидроксотоп басқан ароматты көмірсутектердің туындылары. Ең қарапайым өкілі фенол С6H5OH немесе гидроксибензол. Фенолдың өзі улы зат, көп мөлшері теріні күйдіреді, табиғатқа зиянын тигізеді. Сондықтан өндіріс қалдықтарындағы фенолды ағын суға жібермеу және зиянсыздандыру қажет. Алыну жолдарына тоқталатын болсақ, фенолды көбіне тас көмір шайырын өңдеу арқылы алады. Сондай-ақ ароматты көмірсутектердің галоген туындыларын сілтімен әрекеттестіріп те алуға болады. Өнеркәсіпте бастапқы шикізаттар ретінде бензол мен пропиленді пайдаланып, кумолды әдіспен фенол алу іске асырылған. Қасиеттері. Физикалық қасиеттеріне тоқталатын болсақ, фенол түссіз кристалдық зат, 43 Цельсий градуста балқиды, ауада ашық қалғанда тотығатындықтан қызғылт түсті болады. Бөлме температурасында аздап қана ериді, ал температураны 60 Цельсий градустан жоғары қыздырғанда суда шексіз ериді. Сонымен қатар фенол ол улы зат, теріні күйдіреді, жоғарыда айтылғандағыдай, және фенолдың ерітіндісі антисептик ретінде қолданылады. Химиялық қасиеттеріне тоқталатын болсақ, фенол молекуласындағы атомдар бір-біріне өзара әсер ететіндіктен полярлы қосылыс болады. Міне, назарларыңызда. Қолданылуы. Фенолдың 3-5% ерітіндісін зиянды микробтарды жою үшін антисептик ретінде қолданады. Фенолдан түрлі дәрі-дәрмектік препараттарды, бояуларды, синтездік шайырлар мен пластмассаларды, қопарғыш заттарды синтездеп алады. Фенолдарды фотографияда айқындаушы есебінде және кейбір туындыларды, мысалы адреналинді алу үшін қолданады. 3 атомды фенолдар техникада өте күшті тотықсыздандырғыш ретінде, мысалы газдардағы оттекті анықтауда, медицинада бояғыштар дайындау үшін пайдаланылады. Өндірістік қалдық сулардағы фенолды бактериялық әдіспен тазарту мүмкін емес. Өйткені фенолдың залалсыздандырғыш қасиеті бар. Сондықтан фенол қоспаларын озондау әдісімен тазартады. Фенолдың буы да улы, оны тағам өнімдеріне мүлде жақындатуға болмайды. Фенол туралы жалпы мәліметтерді айтып болдық, енді екінші тапсырмаға көшсек. Бұл тапсырмада сіздер берілген формулалардан қайсысы фенол және қайсысы ароматты спирт екенін ажыратып түсіндіріңіз. Мысалыға мен сіздерге біреуін түсіндіріп кетейін. Б формуласы. Б формуласындағы беріліп тұрған ол бізде фенолға жатады. Енді сіздерге тапсырма. Қалған 3 формулаларды фенолдарға және ароматты спирттерге топтастырып жіктеңіздер. Дәптерлеріңізге осы тапсырманы да орындап, 2 тапсырманы Mail.ru почтасына және де WhatsApp, Telegram, міне мен сіздерге почта адресімді көрсеттім, және де WhatsApp, Telegram желісі арқылы тапсырманы жіберсеңіздер болады. Және сонымен қатар
шетел тілдер педагогикалық колледжі студенттері үшін осы порталға енгізсеңіздер тапсырманы тексеріп жауабын айтамын. Осымен біздің тақырыбымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.